Қайырлы күн, достар. Менің есімім Алтынай. Бүгін Наурызға арналған талқан қоспасы дәмімен сіздермен бөліскелі отырмын. Бізге керек заттар: талқан, қант, сармай, мейіз және майлылығы жоғары сливки. Мөлшерлерін описаниеде жазып қойдым. Талқанға бәрін қосып араластырамыз. Майды, қантты және сливкимізді қосамыз. Әбден араластырып, сливкиді қосып болған соң, мейізімізді қосамыз. Мейізіміз жуып, салфеткаға құрғатылған таза мейізді алып, менің мейізім өте үлкенірек болғандықтан, оны кесіп ұсақтаймын. Бұл жерде сарымайды ерітуге болмайды плиткаға. Сарымай бөлме температурасында езілген болу керек. Мейізді қосқаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Әбден мейізге сіңу керек, қажет. Әбден араластырып болған соң, жақсылап араластырып аламыз. Әбден араластырып болғаннан кейін жаямыз. Жайғанмен оқтаумен жайдым. Әркім әрқалай жаяды. Қолмен баттап жайсаңыздар да болады. Столға қойып, сосын әркім өз керегінше формада, әртүрлі формада кесіп, әдемілеп, сосын холодильникке қойып қоясыздар. 20-30 минутқа холодильникке қойып қойсаңыздар, өз қалауларыңызша бетін әсемдеуіңізге болады. Наурыз дастарханына арналған талқан жүнтіміз дайын. Сіздермен болған Алтынай, назарларыңызға рахмет.